2021 жылы осы тауар биржалар туралы заңға өзгерістер енген болатын. Сол өзгерістерге сәйкес сұйытылған мұнай газы электрондық сауда алаңында 100%-ға сатылатын болып белгіленген. Бірақ өздеріңізге белгілі, сол СМГ-ні сату жөніндегі нормативті құжаттық актілердің толық әзірленбеуі, одан басқа мына сұйытылған мұнай газының ішкі нарықта жетіспеушілігі, спекуляция газдың бағасын 1 литріне 120 теңгеге дейін көтеріп жіберді. Оның салдарын 2022 жылы өзіміз көрдік. Соған байланысты осыдан 2 жыл бұрын Самат Мұсабаев екеуміз норма бергенбіз. 2025 жылға дейін биржаға сұйытылған мұнай газды шығармау жөнінде. Міне желтоқсанда оның уақыты бітеді. Енді менің сұрағым Сауда және интеграция министрлігіне және энергетика министрлігіне. Бірінші сұрақ. Мына сұйытылған мұнай газды биржаға шығаруға қатысты тиісті нормативті құжаттар толық дайындалды ма? Екінші сұрақ. Біз тағы да Самат Базарбаев екеуміз норма бердік. 2030-ға дейін сұйытылған мұнай газды ішкі нарықта биржада сатпау жөнінде. Себебі қазір сұйытылған мұнай газдың ішкі нарықта көлемі жетіспей жатыр. Дефицит бар. Осыған энергетика министрінің көзқарасы қандай? Үшінші сұрақ. 2030 жылдан кейін сұйытылған мұнай газының көлемі біздің Қазақстанда дефицит бола ма, болмай ма? Қандай прогноздар бар? Соған жауап берсеңіздер. Энергетика министрлігінің микрофонын қосыңыздар, өкіліне. Бірінші. Энергетика министрлігі айта берсін, содан кейін қосып қойды ғой. Құрметті Еділ Терекбайұлы, құрметті депутаттар, энергетика министрлігі бүгінгі талқыланып жатқан заң жобасындағы сұйытылған мұнай газының биржалық саудасы 2030 жылдың 1 қаңтарына дейін алмасу жөніндегі өзгерістерді қолдайды. Себебі қазір сұйытылған мұнай газ әлде де тапшы, дефицит, өздеріміз оны байқап жүрміз қазір таңда. Яғни бұл шектеуді 2025-2030-ға дейін ауыстыруға біз қарсы емеспіз. Сауда және интеграция министрлігінің өкілінің микрофонын қосыңыздар. Уважаемый Едиль Теркибаевич, если помните, мы этот вопрос уже обсуждали с вами на рабочих группах. Тут на самом деле вопрос как бы с двух сторон. Первая часть – это действительно дефицитный товар, и сейчас выводить его полностью 100% на товарной бирже есть определенные риски. Плюс мы не завершили законодательные процедуры, которые полностью очистят наши товарные биржи. Это с одной стороны. Но к концу 2025 года мы надеемся, что законодательно мы урегулируем этот вопрос. А соответственно потом идет подготовка подзаконных актов. И в рамках реализации и разработки подзаконных актов будет формироваться как раз несколько перечней биржевых товаров, в том числе социально значимых, в который сжиженный газ зайдет. И там как раз мы будем определять не просто перечень биржевого товара, но и определять доли вывода его на товарные биржи. То есть мы можем пойти поэтапно. Допустим, 26 год 20%, 27 год 30%, 30-й год 100%. И это не будет противоречить действующему законодательству. Поэтому у нас есть два варианта. Либо в рамках отраслевого законодательства энергетики исключается эта норма по выводу 100% на товарные биржи, либо мы это урегулируем в рамках подзаконных актов. Но мы готовы вместе с вами активно поработать в этом направлении. Менің жаңа бір сұрағыма жауап алмадым. 2030-дан кейінгі көлем бола ма? Содан кейін жаңа айтып отырған 20%, 30%-ке көтереміз деген ол дұрыс емес. Оны біз жасап көрдік 21-ге дейін. Сол бізде үлкен проблема алып келді. Сондықтан бізде ол үлкен объеммен биржаға шығып, ол жаңағы ашық саудаларға түсу керек, немесе біз оны қазір тыйып тастауымыз керек. Сондықтан мен 2030-дан кейін көлемі көбейе ма, дефицит бола ма, болмай ма? Соған жауап беріңізші. Энергетика министрлігінің микрофонын қосыңыздар. Еділ Терекбаевич, Министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита к 2030 году в связи с тем, что мы планируем запустить производство жирного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Каршаганах.
Там будут объемы с Кашагана будет 800 тысяч тонн в год, с Карачаганака порядка 600-700 тысяч тонн в год. Я думаю, дефицит мы закроем к 30 году.